Сәлеметсіңдер ме балалар? Дүниетану сабағына қош келдіңдер. Мен 195 мектеп гимназиясының бастауыш сынып мұғалімі Алтынбек Аманай Манарбековна. Бүгінгі жаңа сабағымыздың тақырыбы мектепке саяхат. Сабағымыздың мақсаты мектептің адам өміріндегі маңыздылығын түсіндіру. Балалар, бүгінгі сабақта сендердің меңгеретіндерің мектепте қандай бөлмелер болатынын білесің, және оларды өзің таба алатын боласың. Бүгінгі сабақта кездесетін тірек сөздерге назар салайық. Асхана, кітапхана, дәрігер бөлмесі. Осы сөздер біздің сабағымыздың өн бойында кездесетін болады. Ал енді балалар, сендермен ойын ойнайық. Ойынымыздың аты ойлан тап. Балалар, біз мектеп бөлмелерімен таныстық. Мектеп бөлмелерінде әртүрлі қызметкерлер жұмыс жасайды. Енді сендерге тапсырма. Мектеп бөлмесінде қай қызметкерлер жұмыс жасайды? Ойланайық. Дұрыс айтасыңдар. Сынып бөлмесінде мұғалім. Мектеп асханасында аспазшы. Мектеп кітапханасында кітапханашы апай. Дәрігер бөлмесінде дәрігер жұмыс жасайды. Балалар, әлемде талай қызық бар. Сен білесің бе? Дания елінде ерекше мектеп бар. Онда жекелеген бөлмелер жоқ. Барлығы бір үлкен бөлмеде оқиды. Балалар, төмендегі тірек сөздерді пайдаланып, сөйлемдер құрайық. Кітапханада көп. Кәне ойланайық. Дұрыс айтасыңдар. Кітаптар бар. Дәрігер бөлмесінде. Қане? Жарайсыңдар. Дәрілер болады. Біз бүгінгі мектепке саяхат сабағымызда сынып бөлмесімен, асханамен, кітапханамен және дәрігер бөлмесімен таныстық. Олардың мектеп өміріндегі маңыздылығын түсіндік. Балалар, бүгінгі сабақ сендерге ұнады деген ойдамын. Осы сабақтағы көңіл күйлеріңді төмендегі смайликтер арқылы білдірсеңдер болады.